Бүгін сіздермен Манчестер Сити клубының тарихымен танысамыз. Манчестер Сити 1880 жылы Сент-Маркс есімімен құрылған. Кейінірек Вест Гордон есімі берілген. Ал 1887 жылы клуб Ардвик есімімен аталды. 20 ғасырда Манчестер Сити 2 рет Англия чемпионы атанды. 1936-37 және 1967-68 жылдары. 4 рет Англия кубогын жеңді. 2 рет халықаралық футбол кубогын жеңді. 3 рет Англия суперкубогын ұтып алды. Жетпісінші жылдары Манчестер Сити аяқ астынан банкротқа ұшырап, әп-сәтте дымсыз қалды. Осының кесірінен 20 жылдан астам төменгі дивизионда ойнады. Тіпті 1998-99 жылдары Англияның 3-ші дивизионда ойнауға мәжбүр болды. Кейінірек 2002 жылы клуб АПЛ-да ойнай бастады. 2008 жылы Манчестер Сити клубын ресми түрде Абу-Даби Юнайтед Груп компаниясы сатып алды. Осы шейхтардың арасында Манчестер Ситидің әлемдік үздік топ ойыншыларды сатып алуға қауқары жете бастады. Тіпті арабтар қалалықтарға жаңа стадион салып берді. 2011 жылы бұл талпыныстар өз жемісін беріп, Манчестер Сити Англияның кубогын жеңді және тарихта бірінші рет Чемпиондар лигасына шықты. Ал 2012 жылы бұл клуб араға 40 жыл салып Англия кубогын жеңді және 2014 жылы 4-ші рет Англия чемпионы атанды. Бұл клуб көпшілік адамдар қалтасы қалың араб шейхтар сатып алмағанда әлі де Англияның төменгі дивизионында жүретін еді деп ойлайды. Бұған ешқандай дәлел жоқ, бірақ бұл клубтар нәтижелі клуб деп айта аламыз. Бірақ бұл клуб енді ғана гүлденіп келе жатыр. Әрине, 20 ғасырдың тең жартысы Манчестер Сити Англияның төменгі лигасында өткізді. Дегенмен топ клуб қой. Сонымен қорытынды. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.